Саламатсыздар, кайырлуу күн. Менин YouTube арнама тиркеле кетиңиздер. Алдагы убакытта жакшы видеолор күтүңүздөр. Мен бүгүнкү көрсөтөтүн сабагым карапайым сүрөттү PNG форматка алмаштыруунун эки түрүн көрсөтөмүн. Ол үчүн бизге Background Eraser деген программа кажет. Сол программага киремиз. Load a Photo'га киремиз. Галереядагы сүрөттөр чыгат. Мисалы, местойго шакыруу жасоо үчүн ушундай картинка коюу керек болот. Осулай картинканы тандайбыз, галереянын төбөдөгү донени басамыз. Астында міне осулай нелери турады, өзүнүн программаларын автоколорго коямын. Сөйтүп былай үстүн басып жиберсеңиздер, автоматтуу түрдө өзү алады. Енді біз мысалы жазуулар енді алынмады, сол үшін мануал өшіргішке аламыз да. Мысалы өшіргішпен былай өшіреміз. Бұл жерде де мысалы артық жерін бүйтіп өшіріп кетуге болады. Төбесінде осылай өшіріп алсаңыздар болады. Төбедегі донені басамыз, савені басамыз, финишті басамыз, біздің галереяға уже түседі. Рекламасын көреміз міндетті түрде. Сонда фото оригинал жақсы сақталады. Міне осылай. Екінші түрі Chrome'ның өзіне кіреміз, Google'ға, поискқа Remove деп жазамыз. Remove BG. Удалить фон басамыз. Осындай шығады. Загрузить изображением басамыз. Выбратқа кіреміз. Мысалы, қоныстойға жасайтын болсаңыздар, осындай алдын ала картинкаларыңызды дайындап қоясыздар. Міне осылай сізге автоматты түрде қиып береді. Скачатты басамыз. Міне осылай екі түрін таңдауға болады. Енді оны біз қалай қолданамыз? Мысалы, иншотқа кіреміз, видеоға кіріп, мысалы бір видео алайық. Мысалы, бір видеоны алайық. Мысалы, енді оны қалай қоямыз? Біз стикерге кіреміз, стикерді басамыз, галереяның сурет тұрады, плюсті басамыз, жаңағы PNG форматтағы, міне көрдіңіз бе, PNG форматта уже қиылып алады. Сөйтіп, жасап жатқан видеоларыңыздың кез келген жеріне осылай қоя бересіздер. Конец видео дейсіздер. Үлкейтіп, кішірейтіп, размер жасай бересіздер. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сау болыңыздар.